Сәлеметсіздер ме? Барлықтарыңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен IELTS емтиханының reading, яғни оқылым бөлімі бойынша келетін осындай gap filling, яғни бос орындарды толтыру тапсырмаларына қалай жеңіл түрде мәтінді толықтай оқымай-ақ жауап берудің жолдарын өзіміздің авторлық методика бойынша көрсететін боламыз. Яғни қандай әдіс тәсілдерді қолдансақ болады бұл тапсырмаларды жеңіл жасау үшін. Бізде тура IELTS форматындағы секілді мына жақта экранның сол жағынан біз мәтінді көріп тұрмыз. Экранның оң жағынан біз сұрақтарды көріп тұрмыз. 6-тан 13-ке дейінгі сұрақтар берілген. Бізге осы сұрақтарды мына жерге бос орындарға бір ғана сөзді жазу арқылы толтырып шығу керек. Ең алдымен жасауым керек әрекет ол 6-шы сұраққа жауап беруді бастаймын, яғни бастапқы сұрақтардан бастап қарайды екенмін. 6-шы пропусктың үстінде, яғни бос орынның үстінде бізде осындай сөздер бар. Яғни белгілейтін болсам, мынау сөздердің барлығы бізде 6-шы бос орынның үстінде тұр. Егер осы сөздердің, белгіленген сөздердің біреуін мен мәтіннен кездестіретін болсам, онда мен 6-шы сұрақтың жауабын ол қатардың астынан қарайды екен. Мысалы, менде bottle stoppers деген сөз тұр. Bottle stoppers'ты мына жақтан байқай алам, және де мына жақтан байқай алам, яғни мәтіннің бірінші қатарынан, дұрыс па? Бұл қатарлардың астында болу керек менің 6-шы сұрағымның жауабы, себебі 6-шы пропуск астында тұр. Вот. Сондықтан мен мәтіннің бірінші қатарын қарамаймын. Бұл жақта бізде жауап болмайды. Bottle stoppers'тың астында болатын болса, біздің жауабымыз осы зонадан басталуы мүмкін. Енді мәтінге тапсырмаға барып, тапсырмаға толығырақ үңілетін болсам, мен 6-шы пропусктың, яғни бос орынның жанынан мынандай the, of және де the деген артикльмен демеулікті байқай алам. Солай мен мәтінді сканировать етіп бастасам, мына жақтан мәтіннен қарап бастайтын болсам, онда мен the деген артикльді мына жерден көремін, және of деген демеулікті көрем, тағы да the деген артикльді көрем. Бұл менде тапсырмада да дәл солай орналасып тұрған еді. Яғни осының ортасында орналасып тұрған taste деген сөз менде 6-шы сұрақтың жауабы болады екен. Дәл осылай басқа сұрақтарды жасауға көшетін болсақ, мысалы біз мына жерден 6-шы сұрақты таптық. Так, алып тастайық. Енді 7-ші сұраққа қарайтын болсақ, 7-ші сұрақтың алдында бізде are тұр, жақ пропусктан кейін to тұр. Біз енді 7-ші сұрақтың зонасын 6-шы сұрақтың астынан іздеуіміз керек, дұрыс па? Себебі біздің пропускымыз, біздің бос орнымыз міне 6-ның астында орналасып тұр. Сондықтан да солай жасаймыз. Скан жасаймыз зонамызды. Қараймыз. Сосын бірден келіп, қатарды оқып жатқан кезде алдында are тұрған және одан кейін to тұрған бір сөзді көреміз. Сонда біздің жауабымыз мұнда cheaper болады екен. Яғни жауабымыз мына жерден табылды. 7-ші сұрақтікі. Енді келесі сұраққа қарайтын болсақ, бізде 8-ші сұрақ. Біздің студенттеріміз біледі. Зонаны табу үшін біз тек үстіндегі емес пропусктың астындағы сөздерге де қарасақ болады. Мысалы, мына жақтан біз advantages of cork, bottle stoppers деген сөздерді оқимыз. Бұл дегеніміз, егер осы сөздерді қазір мен сөзбе-сөз кездестіретін болсам мәтіннен, онда мен олардың үстінен қарайды екем, олардың үстіндегі қатардан қарайды екем, 8-ші сұрақтың жауабын дегенді білдіреді. Енді қазір. Окей, оны түсіндім. Енді қазір қараңыздар, advantages деген сөз бар ма екен бізде? Мұнда мысалы advantages деген сөз тұр, cork деген сөз тұр, cork'тың үстінде, advantages'тің үстінде болады 8-дің жауабы. Сондықтан бұл қатарлардың үстінен қараймыз. Яғни менің 8-ші сұрағымның жауабы 7-ші сұрақтың астында қатарда және advantages, cork деген сөздердің үстінде болу керек. Зонаны енді белгілейтін болсам, менің жауабым осы бастапқы екі қатарда сақталған болуы мүмкін. Қарай, енді қателесуге ешқандай да бір повод жоқ. Біз жауапты тез ғана таба аламыз. Яғни бізге бұл метод зонаны барынша кішірейтіп,
бізге дұрыс жауапты табуға, тез табуға әрі дұрыс табуға өте көп мүмкіндігін жасайды екен. Түсіндік қой? Енді қарасаңыздар, мысалы мұнда 7-ші сұрақта cheaper'ды біз жауап ретінде алдық, дұрыс па? Cheaper'дан кейін менде to болды, содан кейін produce деген сөз болды. Мұнда мәтінде cheaper'дан кейін орналасып тұрған manufacture деген сөз осы produce'тің негізі жақсы синонимі. Жазатын болсақ, manufacture деген синоним. Яғни түсіндік қой. Бізде артикльдар және қандай да бір предлогтар сөзбе-сөз келе алады, ал басқа үлкен сөздер синонимдарға, яғни синоним мағынаға ауысып келеді екен. Енді мен қазір мынау белгіленген зонадан 8-ші сұрақтың зонасынан мынау to use деген сияқты сөздің синонимін табатын болсам, онда мен 8-ші сұрақтың да жауабын көрем. Және мына жақта менде for the user деген жақсы синоним табылады to use-ға. Оның артында орналасып тұрған convenient деген сөз менде 8-ші сұрақтың жауабы болады екен. Бізде 9-ші сұрақтың жауабы енді мұнда advantage'тің астында болады, cork'тің астында болады, дұрыс па? Сонда менің жауабым мына жақтан басталуы мүмкін. Дұрыс қой. Осы зонада менде жауап болады. Енді оларды алып тастайық қазір. Енді 9-ші сұраққа қарайтын болсам, мен пропустан кейін, бос орыннан кейін quality деген сөзді көрем. Ал мен айттым, үлкен сөздер, артикльдар мен предлогтардан басқа барлығы синонимға ауысу керек. Ал олар сөзбе-сөз келетін болса, олар тұзақ деген сөз. Бұл сөздердің жанында жауап болмайды. Яғни quality'дің жанынан сол жағынан және оң жағынан 3 сөзді сызып тастауым керек. Ол жақта нақты жауаптың болмайтынын білу үшін, сенімді болу үшін, яғни good with which деген жауап болмайды. Quality-ға дейінгі сөздерден type of high деген жауап болмайды. Бірақ логикалық мағынасы жағынан менің 9-ші сұрағымның жауабы дәл осы сөйлемде болады. Себебі quality туралы дәл осы сөйлемде айтылып тұр, дұрыс па? Бірақ дәл quality'ның жанынан жауапты қарамаймыз. Енді қараңыздар. Менде мынандай нәрсе бар. Бос орындардың орнына қойылатын сөздер 84% жағдайда зат есім болып табылады екен. 84% жағдайда басқа бір сөз таптары бір үстеу емес, сан есім емес, етістік емес, тіпті сын есім емес. Сын есімдер тек қана 8% жағдайда жауап болады. Сондықтан мынау зонама барып, қазір 9-ші сұрақтан тек қана қалған зат есімдерді қарасам болады. Мысалы, мұнда пропустың алдында тұрған the деген артикльда менде 9-ші сұрақтың орнына зат есім тұру керек екенін нақтылап тұрмаған. Сондықтан да керек емес. Мысалы, firstly зат есім емес, it's traditional зат есім емес, is more in keeping зат есім емес, with that of the зат есім емес, high да келмейді. Сіз бастап едік қой. It has long been associated дегенде зат есім болмайды. Сонда маған ең дұрыс келетін, яғни 9-ші сұрағымның дұрыс жауабы image деген сөз зат есім болып табылады, және 9-ші сұрағымның дұрыс жауабы болып табылады екен. Келесі, то есть 10-ші сұраққа қарайтын болсақ, 10-ші сұрақта мысалы менде пропускқа дейін деген артикльді көрем, және де material деген сөзді көріп тұрмын, дұрыс па? Келесі мынау зонадан қарайтын болсам, мысалы 9-ші сұрақтың астынан мен 10-ды іздеуім керек, дұрыс па? артиклін көремін. Одан кейін product деген сөзді көремін. Product деген сөз менде material сөзінің негізі синоним болып тұр бұл жерде. Және осы product'тың алдындағы артиклінен кейінгі орналасып тұрған sustainable деген сөз менде 10-ші сұрақтың дұрыс жауабы болады екен. Біз осылай өзіміздің уақытымызды ешқалай құртпай-ақ, бар болғаны кішігірім минуттардың ішінде мәтінді толықтай оқымай-ақ дұрыс жауаптарды таптық. Бізге методика осындай